Сақабай туралы көп әңгіме айтпа, түсің ба? Ол оқыған жігіт, түсің ба? Ұқтың ба? Оқыған. Соңғы. Кітапханаға барғанша бірден келіп келейін ғой. Ақсақал. Былай. 3-4 жыл бұрын мынау бітпей жатқан бір мектеп бар екен ғой. Сол қай жерде маған срочно соны тап. Ақшасын төлеңдер, мектеп бітіріңдер, ұқтың ба? О, жігіттер келіңдер, шай ішеміз. Аға лейтенант Батырғали Қалым. Таңертең тұрып, арманға ұмтылып, асығыс өмір, суыған көңіл, бағдаршамда тұрып, уақыт өтеді, кезектерде тұрып, шыдам бітеді. Досым сенің көңіл күйің, мана әнмен көтерілсін. Бүгін біз құрметті көрермендер тағы да әкімшіліктеміз. Әкімшілікте болған оқыс жағдай тағы да рас болып шықты. Ендеше әкім мырзадан не бүлдірген өзінен сұрап көрейік. Бірақ бұл жолы қылмыстық іс-әрекет деп айтылып жатыр. Мен кінәлі емеспін. Мен халқым үшін жасадым. Жігіттер, бір түсініспеушілік болған шығар, бұл кісі қаланың әкімі ғой. Бұл кісі қылмыстық кодексінің 107-ші бабы бойынша күдікті. Қалғанын РОВД-ға келіп білесіз. Мүмкін емес. Шамшаныш. Сіз келем атқа ешкімің жоқ. Болды, уайымдамаңыз, Шамшаныш. Бәрін шешеміз бәрін, Шамшаныш. Уайымдамаңыз. Шақабай, мен күнәм жоқ. Болды, Шамшаныш, уайымдамаңыз, бәрін шешеміз. Шақабай, өзің көмектесесің ғой. Болды, шешеміз, Шамшаныш. Мәке, бәрі по плану. Кетті чумошник. Самозванец допрыгался. О, кеңіс шайға. О, дастарханды қолпыртып тастапсың. Зураш, сен бізбен бірге отырып бүгін шай іш. Жақсы болды. Рахмет. Әшейінде шайға шақырмақ түгілі. Амандассам еріндерінде әрең жыбырлатып өтетіңдер ғой. О, не дегенің? Сенің уақытың жоқ қой шай ішетін. Сол бүгінгі міне саған арнап торт алып, дәмділеп шай ішейік деп. Кел шай ішейік. Мынаның бәрі сен үшін, Зураш. Рахмет. Нышанды көрсетіп жатыр. Бұл жолы қылмыстық іс-әрекет деп айтылып жатыр. Әкім мырза, сұрақ қойсақ, әкім мырза, тоқтаңыз, әкім мырза. Балық басынан шірегенше мінеке әкім де тағы да балықтан құтылып қашып кетті. Сор тағы не білдірді? Өміріміз енді жақсарды ма дегенде? Шаршадым ғой осы ғой. Мен ешкімге тиіспедім, ешкімді ұрмадым, ешқандай ишақтарды көрмедім, ишақты ұрмадым, ишақтың аты ишақ. Ишақ деп міне тағы айтып отырсыз. Сіз ана потерпевшийдің айтқанына осыны қоссақ, 26 рет ишақ деп атапсыз ол. Қалай? Беркеш, мен 26 емес, әлі 10 мың март айтам ишақ деп. Ұқтың ба? Оларда ишақ. Көрдіңіз ба, сізге түскен арыз бойынша тағылған айып балағаттау және телесное повреждение. Ол халықтың ақшасын жеген ғой, ишақ. Ишақ па, ишақ. Аты емес ол, ишақ. Дұрыстап сөйлеңіз. Мен өз жұмысым жасап отырмын. Сен өзің жұмысын істесең, жөндеп істе, телефонлар қорғамай. Мен скоро осы түрмеден шығам, лично өзімге тексерем осы жерді. Түсінің ба? Сол кезде көресің, бетімен кетіпсіңдер шеттеріне. Ишақтың сөзін қолдаған, ишақтар. Так, сіз сонда сізге тағылған айып мойындамайсыз? Мойындамаймын. Мен жігітпін, бір айттым ба? Мен халық үшін барлық қылмысқа барам. Ұқтың ба? Ишақ. Ананы айтып жатырмын ишақ деп. Кім бар? Кім бар, Шай әкеңдерші. Азат. Азат. Мынаны алып кетіңдерші. Бәрін жоспар бойынша четко орындадың. Рахмет. Ал мынау саған. Сырты жұқа болғанмен, ішінде бриллиантовый алқа. Рахмет, жаман емес.
Мен өз адамдарымды ешқашан ренжітпеймін. Мен ендеше тұрайын, бізде ешкім көріп қоймас. Тоқтай тұршы. Тағы бір әңгіме бар еді. Қош келдің, бауырым. Не үшін қамат? Жай ашай. Кел, отырсай қасыма. Разбой үшін қамады. Мен сол жер сатам деп кіріп кеттім осы жерге. Қалада жерім бар еді, жарнама іліп жатырып, жер сат деп жаза бергенде патруль келіп қолым қайырып, осы жерге жауып тастады. Митинг жасайсың, жасап жатсың, деп 4 жылға кетесің деп қояды өздерінше. Олардікі дұрыс емес қой негізінде. Дұрыс емес, адамгершіліктері жоқ, өңкей алаяқтар. Жөті түрің таныс сен, әкім емессің ба? Әкімін. Ишак сондай қалада не болып атқан білмейсің ба? Ма Ишак дегенің ауыр қиды болған. Жөндеп сөйлесе, сен алдымен біліп ал. Соның кейін әңгіме түсінің ба? Базар жоқ, онда бәрін красавчиксіңдер. Онда сенің замдарың кілең парақорлар. Ал Секебай туралы бір әңгіме айтпай, ол красавчик ұқтың ба? Сол туралы әңгіме айтсаң бір ғой, бауырым, жағынан айырыласың. Сен нормальный жігіт деп жүрсем, Ишак сен... Ұйықтатпайын ба? Ишактың қодыға не деп тұрсың сен, Қой деймін саған, крисасың ба, крикеркеш? Ұйықтатпайын ба? Не болып жатыр? Азат! Ана оппозиционерді басқа камераға қамаш дейсіз? Оппозиционер емес, мен жер сатам. Ең жетпеген сен едің, Өңкей алаяқтар. Сендерді жауы керек. Мына құжаттарды не істеу керек екенін білесің. Жақсы. Салып қой, кейін қарайсың. Соңына дейін баратын болдым дейсіз ғой. Алпысбаевтар істі ешқашан орта жолдан тастамайды. Алпысбаевтар деген кімдер? Ол менің семейный фамилиям ғой. Просто мен арғы атамның атына жазылған. Жақсы, түсінікті. Егер басқа тапсырма жоқ болса, мен тұрайын. Тоқтай тұршы енді. Иә? Мүмкін екеуміз менің 9 бөлмелі квартирама барып, оңаша не қыламыз? Оданша менің 1 бөлмелі пәтеріме барсақ қалай? Арудың айтқаны маған заң. Как раз сізді әкеммен таныстырам. 6 ай бойы жалақысын неге ала алмай жүрген өзіңіз айтып берерсіз. Шутка, да? Әрине. Жақсы сау болыңыз. Хабарласам. Сорлай, айттым саған. Әкім болмай-ақ қойшы дедім. Енді точно 10 жылға кетті. Осы сенің аузың жаман, осы сенің аузың сотталасың, мен сотталайын деп жатырмын. Аузың жабышы, өтінем, не үшін келдің? Бір көңілімді көтеру үшін келдім ба десе, бір айылдат айтып, бейлеп көңілім. Аузыңа келін отта бермеші, өтінем, 1 минут аузыңды жабышы. Қайдағы көңіл көтерген? Енді біз қалай өмір сүреміз? Балаңды қалай асырайын? Аузыңды жабышы, өтінем, мына медицилардан ұят болады, аузыңды жабышы, жабышы аузыңды. Елуден асқанда түрмеге түсіп, жастардан таяқ жеп, сол жерге жатып туберкулез болып, қуыңа соқ дедім болды ғой. Өлтіретін болдым ғой, мен давлением көтеріп жүр. Қасыңдағылар қалай? Жақсы орналастың ба? Бәрі жақсы, бәрі министрдің балдары, бәрі келді. Ана үстінде жатсаң, астындағы жас бала болса ауысып ал. И так бірінші этаждан бері жататын ше. Люксте жатырмын, душ, бәрі бар. Айтпақшы, мен саған анамның заттарын алып келдім. Мына пакетте домашний тапшықың бар, зубный пастың, щеткаң, очкиңді де алдым. Сосын туалетный бумага алып келдім, полотенце алып келдім. Сосын не,
анау мынау тура айтын болсаң пышақ алып келдім. Есі дұрыс па сен? Пышақты көрсін, тағы 3 жыл қосатып қойсын, мені өлтірейін деп жүрсің. Есің дұрыс па сен? Охрана! Мына дал***ны алып кетіңдерші! Охрана! Сен өліп. Пышақты неменеге алып жүрсің? Басым жұмыс дей ма? Охрана! Шамшаныш. Қалайсыз? Жақсы. Секірбай, нағыз жігітсің ғой. Келем дедің бе? Келдің. Көмектесем десің бе? Мына көмектесейін деп жатсың. Мына сізге келдім. Мына жердің тамағы нашар ғой деп, жей алмайды ғой деп. Грептер келіп жатыр ма? Рахмет. Әркімнің сен сияқты бауыр болсын. Сен сияқты досы болсын. Ризамын ғой. Енді бәріміз сол сіз сияқты. Елде белгілі жүрген азаматпыз ғой енді. Шамшаныш. Жаңа дознавательмен сөйлескенмін. Так, не дейді, жібереміз дей ма? Сөзімді тыңдаңыз, Сізге бәрін мен жасадым, мен боқтадым, мен ұрдым деп айту керек. Және анау балалар мектепке барсын деп, арсыз подрядчикті орнына қойдым деп айтасыз. Сол кезде ғана ана жазықсыз водителіңізді құтқарамыз. Оны бірден қойыңыз. Екіншіден, сіз солай айтқан күнде ғана халықтың алдында қаһарман болып көрінесіз. Сол кезде мен халықты көтеремін де сізді осы жерден шығарамын. Басқа амал жоқ. Айтсам bunu. Тереңнен ойлайсың ғой. Тереңнен ойлайсың. Мына оқыған жігіт деп сен де айту керек. Ризамын. Әркімнің сен сияқты бауыр болсын. Мен мойындаймын. Жігітше. Жігітше ма? Жігітше. Алаушы, сен ба мені Ишак деген дейді? Ишак келдің ба деді. Мен оған айттым да. Сен ба маған 26 рет айтқан дейді. Мен айттым 346 рет оған Ишак деп айтып жазып қой. 346. Сен маған не шығасың ба дейді. Маған да керек қой. Дайындалып тұрған тұғын. Бір қарасың ба, секіріп кетіп құлай. Ван Дам сияқты. Бұқып қалдым да почкадан печенен вдыг. 3 паратқа жерден ұстап шашынан ұстап баспен зік. 3 парат қалды ғой. Точно мойындап отырсыз ғой, Енді кеше ана тақтайдың үстінде суық жерде жатқан кезде ойлаймын, кім тұрдым деп ары ойладым, бері ойладым. Память жоқ қой. Бір памяттің бұрышында жатыр екен. Сөйтсем, действительно Ишак деп, действительно. Так, ондай болса. Бірақ сен мені екі сөйлейді деп ойлама. Түсіндің ма? Мен просто память қалмаған, сосын айтып отырмын мен. Кеше ғана басқаша сөйлеп отыр едіңіз. Ондай болса мына жерге. Маған қара мына, үрішке қара. Мына теріс қарап қол қоям ғой. Асқарға ренжімеңіз енді. Одан артық сізге көмектесе алмаймын. Рахмет. Сіз де сотқа ойнап жатсыз ба? Сіз сотта отырсаңыз мен ашып кеттім ғой. Иә, Нышан Пышанұлы. Сіз сотталмайсыз. Қалай сотталмаймын енді қысымды қасыңыз? Сіз еще мені осы жерден алып шығасыз. Қалай? Қалай алып шығам мен? Бізді түрмеге жапқан Серік Жұманұлы. Сақабай
Ол айтпаңшы, Сақабай нағыз дос. Сақабай маған заңды үйреткен, құжаттарды үйреткен, барлық жұмыс істеп жүрген Сақабай ғой. Бәрін ұйымдастырып жүрген сол. Кеше тендершікке апарып оқ атқызғанда сол. Жолда өтірік шу жасатып, сізді ұрғызғанда сол. Тіпті кеше подрядчикке айтып арыз жаздырғанда сол Серік Жұманұлы. Бәрі сол Сақабай деген нағыз дос, Сақабай деген нағыз бауыр. Қалай дәлелдейін сізге? Дәлел бар ма? Жоқ дәлел. Кеше конференцияда сізге не деген білесіз бе? Иә, мен құлағыма ма? Иә. Не деді Алматы? Не деді? Орныңызды ауыстыратын уақыт осы деді. Оқышты қасымызды салтанатты ғой. Салтанат сізге айтып берді. Мені айтқанымды. Онда басқа бірдеңе сұраңыз. Мен одан қанша қарыз ақша алдым? Сіз 2000 теңге сұрадыңыз. Ол сізге тұтас 10.000 берді. Сәкібай, сатқы. Қалай? Сендіңіз бе енді? Сендім. Соларды ғой бәрі сен жүр. Иә. Енді бізге сол Серік Жұманұлын ұстау үшін... Серік Жұманұлын деп айтпаңшы. Сасық Серік деп айтыңызшы. Иә. Серікті ұстау үшін... Сасық деп айтыңызшы. Сасық, сатқын. Сасық. Серікті ұстау үшін біріншіден сіз осы жерден шығуыңыз керек. Мен қалай шығам? Мен қалай шығам мына жерден? Уайымдамаңыз. Уайымдамаңыз. Қазір шығасыз да тергеушіге барып, менің ешқандай кінәм жоқ деп айтасыз. Мен кеше мен оны мойындап қойдым ғой. О жағын мен өзім шешем. Одан кейін менің арнайы жалдаған агентім бар. Соған барасыз да бүкіл құжаттарды алып КНБ-ға апарасыз. Сол бізді құтқарады. Мен оны қайықпын алайын. Бұл жерде менің секретный агентімен сөйлесетін құпия сөз бар. Соны есіңізде сақтаңыз. Барлық жолдар Римге апарады. Сіздің сөзіңіз. Ол кісі айтады. Оны сізге кім айтты дейді. Ал сіз Жан Лафонтен дейсіз. Түсіндіңіз бе? Барлық жолдар Алматыға апарады деп айтсақ болмай ма? Ой, бұл пароль. Барлық жолдар Римге апарады. Барлық жолдар Римге апарады. Барлық жолдар Римге апарады. Оны сізге кім айтты? Оны сізге кім айтты? Жоқ, ол ана жақтың сөзі. Жоқ, ол ана жақтың сөзі. Ой, Құдай. Құдай. Оны сіз айтпайсыз. Оны агент айтады. Оны сіз айтпайсыз, оны агент айтады. Нышан пышан ол. Сабыр сақтаңыз. Сіздің сөзіңіз. Барлық жолдар Римге апарады. Барлық жолдар Римге апарады. Дұрыс па? Ол сұрайды. Оны сізге кім айтты дейді. Ол сұрайды. Сізге оны кім айтты? Дейді. Ал сіздің жауабыңыз Жан Лафонтен. Жан Лафонтен. Жан Лафонтен. Жан Лафонтен. Жан Лафонтен. Түсіндіңіз ғой? Керемет. Ал онда іске сәт. Шаршадым мен. Ешқандай ешекті көрген жоқпын, ешекке шөп берген жоқпын, ешек танымаймын, ешекке мінген жоқпын. Шаршадым мен, сөз шыны керек ше. Сіз кеше ғана басқаша деп отырдыңыз. Кеше мен сахарым бар, мен грижам бар. Мен суық жерде жатқан екен, мен де адаммын ғой. Суық жерде памяттар қатып қалғанда не айтып, не қойған білмеймін мен. Так, сонда сіз кінәлі емеспін деп тұрсыз ғой, ертең келіп тағы да мен біреуді ұрдым, анау деп жүрмейсіз ба? Сонда мен үш сөйлейтін адамға ұқсап тұрмын ба? А? Танымайын дедің ба, ешек? Танымайын. Білмеймін ба? Білмеймін. Мына жерге қол қойыңыз. Звондап жатыр. Да. Я, түсіндім. Сіз боссыз. Айттым ғой, ешектарды танымайын деп.
Ешкім басына тілемеймін. Менде де сұрақ қой, кінәлі келмас қой, дейді жауап жоқ қой, бәлі болды ғой, әйтеуір кінәлі бәрі шетіне тек өзің емес. Басынан артықсың ба не? Болма кең келек, өсек құрсын өсек, ал өсек таратқан кім десек, бір-біріне сетте бап емес, дейді не керек? Күлі досқа келер, басқа болма карте ападай, оның күлкісі алмайды прям менің апамда. Бірінші секунд қой, қазақпыз ғой, есімнің кім екенін білесің бе? Қазақпыз ғой, бірақ тойда адушысы қазақпыз ғой, отвечаю, маңыз қазақпыз ғой, сен ал бірақ